Бүгінде әлемдік экономиканың локомотивіне айналған Азия елдері жаһанды өзгертуде десек, қателеспейміз. Соның ішінде Қазақстан туралы ауыз толтырып айтуға толық негіз бар. Бәсекелестікке қабілетті 50 ел қатарына енген қазақ елі инвестициялық тартылымдығы бойынша және ақпараттық технологияларға қолжетімділігі жағынан Орта Азия бойынша көш бастап тұр. Кеңес одағы ыдырап, құлдырауға ұшыраған елді аяғына тұрғыза білген Нұрсұлтан Назарбаев толғасы әлемді қызықтырады. Бұл тұрғыда Назарбаев феномені ұғымы қалыптасты. Бейбіт өмірді сақтау, Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің қалыптасуындағы елбасының рөлі, елдің өткені мен бүгінін президент туралы жазылған кітаптар айқындай түседі. Мемлекет басшысы туралы қалам тербеп жүргендердің бірі президент кеңсесінің бастығы Махмұт Қасымбеков. Ол елбасының қасында қызмет жасай жүріп, көп нәрсені өз көзімен көріп, кейін қағаз бетіне түсіріп келеді. Президенттің көпшілікке беймәлім қырларын кітапқа енгізу арқылы Қазақстанның тәуелсіздік тарихын зерттеушілеріне құнды деректер қалдырылады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайтын алғашқы кітап Нұрсұлтан Назарбаев өмір баян деп аталады. Тарихи биографиялық жанрындағы шығарма қарапайым ауыл баласының ұлт лидеріне дейінгі өмірін баяндайды. Орыс, ағылшын, араб тілдеріне аударылған еңбек биылғы жылы венгер тілінде шықты. Еуропа төріндегі әсем қала Будапештте өткен тұсаукесер рәсіміне Мажарстанның ресми тұлғалары, ғалымдары, саясаттанушылары, сондай-ақ қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Кітап мемлекет басшысының балалық шағынан бастап бүгінге дейінгі өмірі, бағындырған асулары, ел үшін атқарған қызметін қамтиды және көптеген фото мен жеке құжаттардың көшірмесі оқырманды қызықтырады. Сонымен қатар шетел оқырманына елін сүйген, елі сүйген елбасы кітабы жол тартты. Нұрсұлтан Назарбаев Мұстафа Кемал Ататүріктің ел үшін жасаған ерлігін жалғастырған жасампаз саясаткер. Бұл тұрғыда қазақ басшысы туралы кітаптың түрік тіліне аударылуы заңды еді. Бұл еңбекте де президенттің көпшілік біле бермейтін адами қасиеттері ашылады. Сондай-ақ әрбір қазақстандықты ел үшін, жер үшін мақтаныш сезіміне бөлентеді. Осы арқылы отаншылдығымызды күшейтіп, болашаққа деген сенімді арттырады. Кітапты оқу арқылы түрік жұртшылығы алыстағы ағайынның тәуелсіз мемлекет құру жолындағы жан қиярлық жұмысын таныды. Елін сүйген, елі сүйген елбасы хан тіліне де аударылды. Тек мұндағы қиындық кітапты атаудатуды. Ақылдаса келе Қытай аудармашылары қиын-қыстау кезеңде ел тізгінін ұстаған Нұрсұлтан Назарбаев туралы шығарманы тұңғыш деп атаған дұрыс деп тапты. Атауы өзгергенімен ішкі мазмұны сол қалды. Саяси ғылымдарының доктор ретінде өз зерттеуі арқылы автор мемлекет басшысын адам, азамат, ұлт көшбасшысы ретінде көрсете білді. Шараға Қытайдың достастық ұйымының басшыларынан бастап, Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері Ресей, Әзербайжан, Қырғызстан, Молдова, Украина, Өзбекстан елдерінің елшілері қатысып, аталған кітапқа жоғары баға берді. Қазақстанды биік белестерге жеткізіп, әлемде Қазақстан жолы деген ұғымды орнықтырған Нұрсұлтан Назарбаев елімізді жоғары деңгейге көтерді. Жылда шығатын халыққа деген жолдаулары тағы бар. Бұл жерде Нұрсұлтан Әбішұлын шығармашыл адам екенін айтпай кетуге болмайды. Оның әр мәтіні толғам, қанатты сөздерге толы. 2013 жылдың 3 шілдесінде қазақ зиялы қауымдарының қатысуымен жылдар мен ойлар және времена и думы кітаптарының тұсаукесер рәсімі өтті. Бір кездері менің өмірімнің шағын бір белесі, бұл қазақтың мыңдаған қарапайым ұл-қыздарының өмір белесі деген Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп келеді. Сол себепті өскелең ұрпақ жүрегінде патриоттық сезім жоғары болуы шарт. Бұл тұрғыда тұңғыш президент күні қарсаңында Еркін елдің ертеңі атты жастарға арналған кітаптың тұсауы кесілді. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қатар жарық көрген қойын кітап үлгісіндегі жинақ
Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыру барысында жастарға бағыт беретін бағдаршы ретінде қарастырылды. Онда елбасының бірлік, адамгершілік, қазақстандық патриотизм, мемлекет, жаһандану, саясат пен экономика, өркениет пен мәдениет туралы таңдамалы нақыл сөздер мен ой толғаныстары топтастырылған. Арнайы балаларға және жастарға арналған наш президент, яғни біздің президент кітабын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тұңғыш президент туралы балаларға арналып жазылған кітап жоқ еді. Бүгінгі күнге дейін бұл олқылықтың да орны толықтырылды. Білім күні қарсаңында елбасы кітапханасында біздің президент еңбегінің тұсауы кесілді. Аталған кітапты мектеп оқушыларына елбасы кітапханасының жанынан құрылған Кемел ел жастарды тәрбиелеу орталығы таныстырды. Жоғарыда аталған кітаптардың басты кейіпкері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев арқылы Қазақстан жолын айқын көреміз. Бұл кітаптарды біріктіретін тағы бір мәселе, барлығы қарапайым тілмен жазылып, саясатқа үңілмей, президенттің дара тұлғасын айшықта ашатын жанды мысалдарға толы. Сондай кітаптың бірі Нұрсұлтан Назарбаев өмірбаян еңбегі. Қазіргі таңда тағы бір қатар тілге аудару жұмыстары жүргізіліп, өзге мемлекет оқырмандарымен жүздесуге дайындық үстінде. Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев. Алтай өңірінде осындай атаумен құрметті кафедра ашылды. Қазақстан мен Ресей білім беру бағдарламасын жақындастыратын орталық жұмысы Барнаул қаласындағы Алтай мемлекеттік университетінде жүргізілмек. Дәл осы оқу орнында ашылудың өзіндік себебі де жоқ емес. 40 жылдық тарихы бар университет соңғы 5 жылда Азия аумағында көптеген шаралар өткізіп, білім берудегі жаңашылдықтарды қалт жібермейтін ТМД аумағындағы үздік университеттер қатарынан көрініп жүр. Құрметті кафедра Барнаул қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер білім министрлерінің 5-ші кеңесі және аталған ұйымға мүше мемлекеттердің 8-ші білім беру апталығы аясында ашылды. Айта кету керек, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз мүшелерінің арасында түрлі салаларда кең ынтымақтастықтың дамуын қарастырады. Мәселен, Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің басты миссиясы инновациялық білім беру бағдарламалары негізінде бірге отырып кәсіби жоғары маман дайындау. Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев кафедрасы бұл мақсатқа жетудегі бірден-бір жол болып табылады. Құрметті кафедраның ашылуына ұйытқы болған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы. Кафедраға мәдени зерттеу орталығы ретінде Қазақстан тарихы мен мәдениеті туралы қажетті ақпарат беріп, қазақ тілін үйрету кешеніне айналу жүктеледі. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қызметімен танысып, Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектерін зерттеуге зор мүмкіндік болады. Кафедра Алтай университетінің оқу бағдарламасына элективті курс ретінде енгізіліп, студенттердің бойына көшбасшылық қасиеттерді дарытады және дискуссия алаңына айналмақ. Бұл жаңалық әсіресе Ресей жерінде оқып жүрген қазақ балаларына үлкен қуаныш сыйлады. Бүгінде онда 430 қазақстандық мамандық игеруге талпынып жүр. Ынтымақтастық туралы келісім елбасы кітапханасы, Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті және Алтай мемлекеттік университеті арасындағы меморандуммен бекітілді. Оған дейін Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев кафедрасы Мажар елі Венгриядағы Яныш Кадалани атындағы қолданбалы ғылымдар университетінде ашылған еді. Елбасы кітапханасының өз сайтының жұмысы басталды. 4 қарашадан бастап Президент Library.kz арқылы кітапхананың тынысымен танысуға толық мүмкіндік бар. Ерекшеліктеріне келер болса, Қазақстан Республикасы президентінің қызметі фото түріндегі жаңалықтармен беріледі. Сайт арқылы электронды кітапханаға кіруге болады. Оның өзі 2 бөліктен тұрады. Олар мемлекет басшысының жеке электронды кітапханасы және мәліметтердің электрондық базасы. Электрондық базаның мүмкіндіктері зор. Оқырман 13 миллионнан астам мәліметке қол жеткізе алады. Тақырыптық жағынан еш шектеу жоқ. Тарих, саясат, экономика, мәдениет, әдебиет, тіпті менеджмент, география, көптеген тақырыпты Президент Library арқылы табуға болады. Белгілі бір мәлімет алу үшін сайтқа кірген адамның тіркелуі міндет емес. Тек электронды және бұлттық қор мұрағатына ғана шектеу қойылған. Өйткені ондағы ақпарат сақтауды, қорғауды талап етеді. Ол жерден Қазақстанның тәуелсіздігі, Нұрсұлтан Назарбаевтың президент ретінде жұмысының басталуын көріп оқуға болады. Әсіресе бұл тарихшылар үшін таптырмас мәлімет.
Елбасы кітапханасының ғимаратынан бастап заман ағымына сай, ішкі мазмұны да жоғары технологиямен құрылған. Сондықтан да веб-сайттың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мұнда интернет-телевизия жұмыс істейді. Яғни кітапханада өткен шаралар мұрағаты бейне түрінде сақталады. Президент Library-дің интернет-телевизиясы арқылы тақырыптық бейне сюжет, фильм, но комменттерді тамашалауға шақырамыз.